Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика сабағы 30-шы сабақ ауыр, жеңіл және килограмм шамаларымен танысатын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қоямыз балалар. Сонымен балалар, бірінші суретке назар аударамыз. Әлия мен Сырым алма жинады. Балалардың қайсысы көп, қайсысы аз жинады? Балалардың қолындағы себет пен шелекке назар аударайық. Бізде Сырымда себетте, Әлияда шелекте алмалар бар екен. Енді сыртынан қарасақ, бізде себеттегі алмалар көп көрініп тұр, ал Әлияның қолында алмалар аз көрінеді, иә? Егер балалар осы алмалар бірдей қорапта тұратын болса, біз олардың кімнің көп алма жинағанын анықтай аламыз ба? Анықтай алмаймыз. Ол үшін бізге таразы керек, яғни оның өлшемін, көлемін, жаңағы шамасын қаншалықты екенін білу үшін бізге таразы керек. Яғни масса бұл шама, ал килограмм массаның өлшем бірлігі. Балалар, мысалы біз дүкенге баратын болсақ, 1 килограмм қант алатын болсақ, бізге оны немен өлшеп береді? Таразымен өлшеп береді, иә? Сонымен балалар массаны таразының көмегімен өлшейді. Бізге мына жерде таразының көптеген түрі берілген. Бірінші суретте бұлар табақшалы таразылар. Бұл жерде қауын мен 1 килограмм гірдасын көрсеткен, иә? Екеуінің салмағы бір-біріне тең болып тұр. Екінші ұн мен 1 килограмм гірдасының салмағы өлшеніп тұр. Екеуі де бір-біріне тең. Келесі суреттерде адамның салмағын өлшейтін таразылар, заттың шамасын өлшейтін таразылар және дүкендерде тұратын электронды таразылар тұр. Балалар, сендер бұндай таразыларды қайдан көрдіңдер? Қазіргі кезде бізде электронды таразылар көптеп қолданылады, иә балалар? Тағы да білетін таразыларың болса, естеріңе түсіріп көріңдер балалар. Балалар, келесі көкөністер мен жемістердің массаларын салыстырайық. Қайсысы артық, кем, тең екенін табамыз. Бірінші суретке назар аударайық. Алма бірінші себетте 3 килограмм, екінші себетте 5 килограмм. Бұл жерде 5 килограмм алма артық екен. Екінші, 10 килограмм қызанақ пен 7 килограмм қиярдың қайсысы артық, қайсысы кем? 10 килограмм қызанақ артық. Сонымен 10 килограмм өрік пен 10 килограмм шие бір-біріне тең. Келесі қарбыз 10 килограмм, 8 килограмм қарбыз, 10 килограмм қарбыз артық. Келесі 7 килограмм қырыққабат пен 5 килограмм жүзім. Бұл жерде 7 килограмм қырыққабат артық. Келесі тапсырма, заттардың суретін массаларының өз суретіне қарай геометриялық фигуралардың көмегімен салу керек екен. Олай болса, суретке жемістер мен көкөністерге назар аударайық. Бұл жерде ең көлемі кішкентай 2 килограмм болып тұрған бізде қауын. Қауын сопақша геометриялық фигурасымен берілген екен. Одан кейін қарбыз 3 килограмм. Одан кейін 4 килограмм алма 3 бұрыш. Одан кейін 5 килограмм шеңбер қызанақ. Одан кейін 6 килограмм қияр шаршы және 8 килограмм қызанақ 4 бұрыш. Ең үлкені 10 килограмм картоп дөңгелекпен берілген екен балалар. Сонымен балалар, осы жердегі заттардың массаларын салыстырып көрейік. 8 килограмм қызанақ пен 6 килограмм қиярды салыстырайық. 10 килограмм картоп пен 4 килограмм алманы салыстырайық. Мысал ретінде осылай салыстырамыз балалар. Соңғы тапсырма тез есептеу қажет. Балалар, 1-ге 2-ні қоссаң 3, 3-тен 1-ді алсаң 2, 2-ге 1-ді азайтсаң 1, 1-ге 3-ті қоссаң 4, 4-тен 2-ні алсаң 2, 2-ге 2-ні қоссаң 4, 4-ге 1-ді қоссаң 5. Сонымен жауабы 5 шығады екен.
балалар, сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, каналға тіркеліп лайк басып отырамыз.